Здравствуйте. Я Бесекенов Нұргүл. Сәлеметсіз бе? Мен Бесекен Рыспайұлымын. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидатымын. Әулиегөл тұқымы бойынша республикалық палатаның директорымын. Мен сіздерді ел байлығы курсында қошеметтеймін. Мен 12 жасымнан бастап мал шаруашылығымен айналысам деп айтуға болады. Мен бала кезімнен малдың қасында болдым. Малмен жұмыс істеймін. Зоотехник ретінде кәсіби білімім бар. Мал шаруашылығы саласында ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежем бар. Менің ақырғы 11 жылдық еңбек өтілімім Әулиекөл тұқымы бойынша республикалық палатасын басқарумен тікелей байланысты. Бүгін біз Әулиекөл тұқымы бойынша республикалық палатаның жұмысы және Әулиекөл тұқымының артықшылықтары туралы айтатын боламыз. Ірі қара малдың асыл тұқымдары бойынша республикалық палата 2012 жылы құрылды. Әулиекөл тұқымы бойынша республикалық палатасының функцияларына келесі міндеттер кіреді. Біз асыл тұқымның есебін жүргізуге көмектесеміз. Асыл тұқым куәліктерін береміз. Импортталған малдың асыл тұқымды куәліктерін мойындаймыз және асыл тұқымды мәртебе береміз. Сонымен қатар біз Әулиекөл тұқымды малының сұрыптауын жүргіземіз. Әулиекөл палатасының құрылу кезінде 42 шаруашылық мүшесінде бұл тұқым болды. Ол Қазақстанның 8 облысын қамтыды. Бүгінгі таңда Қазақстанның 15 облысында 135 шаруашылық ұсынылған. Әулиекөл тұқымы тек Маңғыстау облысында жоқ. Шығыс Қазақстан облысында құрылды, ал Қазақстанның басқа облыстарында Әулиекөл тұқымы жақсы таралған. Әулиекөл малының саны бойынша Қостанай облысы көшбасшы болып табылады. Өйткені Әулиекөл тұқымы Қостанай облысының өзінде құрылған және оның отаны болып табылады. Сондықтан Қостанай облысы Әулиекөл тұқымының саны бойынша көшбасшы. Бүгінгі таңда Алматы облысында, Ақмола облысында, Қарағанды облысында Әулиекөл тұқымы жақсы дамыған және бүгінгі таңда Ақтөбе облысының фермалары өте жақсы қарқынмен дамып келеді. Енді Әулиекөл тұқымының қалай шыққаны, оның пайда болу себептері туралы сөйлесейік. Егер тарихи тұрғыдан қарасақ, Әулиекөл тұқымын 1960 жылы шығара бастады. Қазақстанның тың аудандарында Қазақстанның солтүстік аймағы үшін мамандандырылған ет тұқымын құру туралы шешім қабылданды. Таңдау Москалевский асыл тұқымды зауытына түсті. Ол кезде ол қазақтың ақбас тұқымды 6000 ірі қара мал басы бар және белгілі бір инфрақұрылымы бар бордақылау шаруашылығы болған. Таңдау 30 жылдан кейін Москалевский асыл тұқымды зауытына айналған. Осы бұрынғы Москалевский бордақылау совхозына түсті. Қазіргі таңда бұл Қостанай облысының Әулиекөл тұқымды Москалевский жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл бұрынғы Москалевский асыл тұқымды зауытында екі түрлі фермада қазақтың ақбас тұқымды аналық басы болған. Шароле бұқалары бір фермаға, ал Абердин ангус тұқымды бұқалары басқа фермаға әкелінді. Сөйтіп, ұрпақтың бірінші буынын ала бастады. Бұлар Шароле мен қазақ ақбасының араласы және Абердин ангус пен қазақ ақбасының араласы. Екінші кезеңде Шароле мен қазақ ақбас шуынан алынған будандастырылған қашарларға Абердин ангус тұқымының бұқаларын сала бастады. Абердин ангус пен қазақтың ақбас тұқымынан алынған будандастырылған қашарларға Шароле бұқаларын сала бастады. 70-ші жылдардың басында алғашқы 3 тұқымды будандар пайда бола бастады. Сонымен келесі будандар пайда болды. Шароле Абердин ангус қазақтың ақбасы және Абердин ангус Шароле қазақтың ақбасы. Біз оны шақ және ашика деп атаймыз. Содан кейін үшінші кезеңде 70-ші жылдардың басында алғашқы 3 тұқымды будандарды бір-бірімен шағылыстыра бастады. Одан 37,5% Шароле, 37,5% Абердин ангус және 25% қазақ ақбас тұқымды Әулиекөл тұқымының бастапқы тұқымы шықты. Бұл шоғырлану өте қызықты, жақсы өнімді көрсеткіші бар Әулиекөл тұқымын алуға мүмкіндік берді. Осы ауыр ұдай өндіруден будандастырудан алынған Әулиекөл тұқымы несімен ерекшеленеді? Біріншіден, Әулиекөл тұқымы қазақ ақбас тұқымынан жақсы бейімделу қасиеттерін,
аналық инстинктісі мен жеңіл төлдеуін алды. Абердин ангустан жеңіл төлдеуін, ет қасиеттерін және еттің мәрмәрлігін алды. Міне, осы үш көрсеткіш. Шароледен ол өсу энергиясын алды. Өзіңіз білесіз, шароле бұл ұзақ уақыт өсетін тұқым. Әулиекөл бұқалары немесе тіпті барлық ангус жануарлары бұлшық ет салмағын қосып, 24 айға дейін өседі. Әлемде сіз білетінде екі тұқым бар. Бұл британдық шығу тегі және француз-итальяндық шығу тегі. Британдық шығу текті жануарлар 18 айға дейін өсіп, 18 айдан кейін май жинайды. Соның арқасында олар мәрмәр етін береді. Ал француз-итальяндық шығу текті жануарлар 24 айға дейін өседі және тек бұлшық ет салмағына байланысты майсыз ет береді. Олар майды тек 24 айдан кейін ғана жинайды. Нәтижесінде осы үш тұқымның шумағы әулиекөл малын алуға мүмкіндік берді. Ол 18 айға дейін жақсы өседі. Бұлшық ет салмағы 24 айға дейін өсуі мүмкін. Бірақ 18-24 ай аралығында оларда бұлшық ет салмағымен қоса май қыртыстары бірге өсіп отырады. Яғни бұл мәрмәр етін алуға мүмкіндік береді. Әулиекөл тұқымының ерекшеліктері осындай. Соның есебінен ол Қазақстанда кеңінен таралды. Мен әрқашан ақшалай шығын мен физикалық күштің жұмсалуында айырмашылық жоқ деп айтамын. Нақтырақ, тұқымсыз малдың күтіміне немесе асыл тұқымды малға жұмсалатын физикалық күште ешқандай айырмашылық жоқ. Асыл тұқымды мал тұқымсыз малға қарағанда жемді 10-15%-ға көп тұтынады. Мен тағы да қайталап айтамын. Генетика сәттіліктің 30% ғана, 70% тамақтандыруда. Асыл тұқымды малға көбірек жұмсалатын бұл 10-15% жем-шөп сізге тұқымсыз малға қарағанда көбірек өсімімен, тірі салмақпен, бұзау өнімділігінің көбеюімен көбірек қайтарым береді. Осындай мысалды алайық. Желінен бөлу кезінде тұқымсыз сиыр бұзауларының салмағы 150-180 килограмм болады делік. Ал бөлу кезіндегі асыл тұқымды сиыр бұзауларының салмағы 200-220 килограмм болады. Яғни сіз қазірдің өзінде 50-ден 70 килограммға дейінгі айырмашылықты көріп тұрсыз. Егер біз 150 мен 200 килограмм алсақ, айырмашылығы 50. 180 килограмм мен 220-да әр бас үшін айырмашылық 40. Егер сіз 100 сиырдан 80 бұзау алсаңыз, бұзаулардың 80%-дық бірдей беруін қарастырамыз. Онда 80-ді 40 килограмм айырмашылыққа көбейтіңіз. Бұл 2 тонна артық тірі салмақты құрайды. 2 тоннаны сату бағасына көбейтіңіз. Сонда сіз әйтеуір бір соманы аласыз, яғни айырмашылық өте үлкен. Өзіндік құны жем-шөп шығындары тұқымсыз малға қарағанда 10-15%-дан артық екендігін мен айтқан болатынмын. Ал қалған шығындар бірдей. Сізде бір трактор болды, сіз өзіңіз жұмыс істедіңіз, өзіңіз суардыңыз, бәрін өзіңіз жасадыңыз. Яғни қалған барлық физикалық шығындар бірдей. Мұндағы айырмашылық тек жем-шөп шығынында. Бірақ пайда әлдеқайда жоғары және әлдеқайда көп. Сіздің табысыңыз 20-30-40%-ға көп. Сонда сіздің экономикаңыз, кірісіңіз жоғары. Сондай-ақ, асыл тұқымды малды өсіру кезінде оның асыл тұқымды бұзауларының сату бағасы мүлдем басқаша екенін түсінуіңіз қажет. Яғни қазір айталық, әулиекөл тұқымды бұқаның орташа сату бағасы 12 айлық жастағының ең төменгі бағасы 350 теңге. Өңірге және шаруашылықтың қанша бастан сататындығына байланысты 350-400, 450. Бұзау сияқты тұқымсыз малдың құны қалай? 20 мың болды. Бір жасар 200-250 мың. Оның құны оңтүстікте де, солтүстікте де сондай біркелкі болып қала береді. Бордақлаушылар фермадан сатып алады. Яғни айырмашылық 100 мың теңге және одан да жоғары болады. Бұл кез келген жағдайда асыл тұқымды мал өсіру екенін түсіну керек. Енді қарапайым фермер үшін дамудың алтын ортасы қайда екенін түсіну қажет. Мал шаруашылығындағы фермер үшін орта жолы асыл тұқымды бұқаларды тұқымсыз аналық малға қосу.
Асыл тұқымды бұқаларды пайдаланған кезде, сіз будандастырылған бұзауларды аласыз. Ал будандастырылған бұзаулар тұқымсыз бұзауларға қарағанда 10-15%-ға дейін, мүмкін 20%-ға дейін жоғары өнімділікті береді. Будандастырылған бұзаулар тұқымсыз және асыл тұқымды бұзаулар арасында орташа орындалады. Нәтижесінде сізде өте жақсы табыс болады. Тірі салмақ түрінде мысал келтіретін болсақ, бұзауларды желінен айыру кезінде айтарлық. Тұқымсыз бұзаудың салмағы 180 кг, будандастырылған бұзаудың салмағы 200 кг және асыл тұқымды бұзаудың салмағы 220 кг болсын. Міне осы градация арқылы сіз тиімді екенін көре аласыз. Будандастырылған бұзаудың тұқымсыз бұзаудан артықшылығы, онда гетерозис әсері бар. Тұқымсыз бұзауға сияқты жемшөп шығынында ол көбірек өсу энергиясын береді. Бұл сізге пайда келеді, бұл сізге даму мүмкіншілігін береді. Яғни мұның бәрін түсініп, тұқымсыз жануарларға тек асыл тұқымды бұқаларды қосу керек екендігін ескеру қажет. Осылайша бізде даму жүріп жатыр. Асыл тұқымды өсіру бар, сіңірулі будандастыру бар, екі жолда дамуға қолайлы сияқты. Мен оларды осылай атаймын. Бірінші жол жылдам, бірақ қаржы тұрғысынан шаруа қалыптастыруда қымбат. Ал екінші жол ұзақ, бірақ қаржылық жағынан жеңіл. Бірінші жол қымбат және қаржылық жағынан қиын. Сіз бірден 50 бас, 100 бас асыл тұқымды бұқалар мен асыл тұқымды қашарларды сатып аласыз. 300-400 бастан сатып алған шаруашылықтар бар. Сіз түсінген шығарсыз. Асыл тұқымды малды сатып алу үшін қаржы қажет. Мүмкіндіктер мен несие қаражаты немесе меншікті қаражат қажет. Бұл өте қымбат. Мысалы, биылғы жылы сіз қашарларды сатып алдыңыз. Оларды шағылысуға жібердіңіз. 2 жылдан кейін сіз асыл тұқымды бұзауларды аласыз. Сіз оларды өсіріп, артық мөлшерін сата бастай аласыз. Бұқаларды қазірдің өзінде де сата аласыз. Қашарларды аналық мал бойынша мақсаттарыңызға жеткенде сата аласыз. Екінші жол ұзақ, бірақ көптеген фермерлер үшін ол қолжетімді. Барлық фермерлер үшін деп айтуға болады. Бұл жерде сіздің аналық малыңыз асыл тұқымды болуы мүмкін, тұқымсыз болуы мүмкін, кез келген тұқымды болуы мүмкін. Әулиегүл тұқымының асыл тұқымды бұқаларын сатып алып, осы табындарға шағылыстырасыз. Сөйтіп будандастырылған бұзауларды аласыз. Солай, жыл сайын будандастырылған қашарларды қалдыра отырып, будандастырылған бұқаларды бордақылауға немесе сатуға қоясыз. Бұл қазірдің өзінде бұзаулардың басқа түрі, ақшаның басқа деңгейі. Сіз табынды түрлендіресіз және 12-15 жыл ішінде тұқымсыз малдан асыл тұқымды малға ауысуыңызға болады. Ал енді тауарлық табындарда асыл тұқымды бұқаларды пайдаланудың артықшылығы туралы сөйлесейік. Қазақстанда қолданылатын субсидиялау бойынша қарапайым мысал келтірейін. Сіз бұқашықты сатып алған кезде, сізге оның құнынан 150 мың теңге субсидия қайтарылатынын білесіз. Мысалы, сіз 450 мың теңгеге бұқа сатып алдыңыз. Егер сіздің шаруашылығыңызда 15-25 бас аналық құрамы болса, бұл 18 айдан асқан қашарлар. Онда мемлекет сізге 150 мың теңгені қайтарады. Мысалға, 1-ден 25-ке дейінгі арақатынас бойынша сізде субсидиялауға жататын 100 кездейсоқ құрамды сиырлар бар. Сіз әулиегүл тұқымының немесе кез келген басқа тұқымның бұл түбегейлі емес 4 асыл тұқымды бұқасын сатып аласыз. Бірақ біз қазір әулиегүл тұқымы туралы айтатын боламыз. Сіз айталық 450 мың теңгеден бұқашаларды сатып алдыңыз. Мемлекет сізге 150 мыңнан қайтарады. Нәтижесінде 600 мың, яғни 4 бұқашаның ішінде 1 бұқаша сізге тегін түседі. Бұл асыл тұқымды бұқаларды пайдаланудың бірінші артықшылығы. Екінші артықшылығы сізге 25 сиырға 1-ден 25-ке дейінгі арақатынаста, ал сізде 100 сиыр бар. Сонда әр басына селекциялық асылдандыру жұмыстарын жүргізу үшін 10 мың теңгеден субсидия төленеді. Егер біз тек 25 сиырды алсақ, яғни бір бұқа алу арқылы сіз әр сиырға 10 мыңнан аласыз. Бұл 250 мың субсидия. Бұны сіз 2 жыл қатарынан аласыз.
Яғни сіз 2 жылда 500 мың аласыз. Оған қоса мемлекет қолдау ретінде бұқаға беретіні 150 мың. Барлығы 650 мың теңге. Бұл бір бұқаның 1,5 бағасына жуық. Біз айтқанымыздай, 4 бұқашаны сатып аласыз. Сізге 1 бұқаша тегін берілді. Сонымен қатар әр сиырға тағы 2 жыл 250 мың, яғни сіз барлық бұқашаларды тегін алдыңыз және ақшамен қалдыңыз. Сондай-ақ сіз 2 жыл ішінде асыл тұқымды бұқаларды қолдана отырып, сапалы будандастырылған бұзаулар алатындығыңызды ескеруіңіз қажет. Сіз жөндеуге қалдыратын будандастырылған қашарлардың арқасында табынды жақсартасыз. Осылайша сіз табынды жақсартасыз және бордақылау немесе жай ет ретінде будандастырылған бұқаларды сату арқылы жақсы пайда табасыз. Көріп отырғаныңыздай, асыл тұқымды бұқашаны пайдалану сізге 3 пайда келеді. Бұл сатып алуға субсидия, сиырларға субсидия және қарапайым тұқымсыз бұзауларға қарағанда жақсы өсетін гетерозис әсеріне жоғары сапалы будандастырылған бұзаулар. Неліктен асыл тұқымды бұқашаларды пайдалану тиімді екендігі туралы міне осы 3 мысал. Енді әулиекөл бұқасын қалай тиімді пайдалану керектігі туралы сөйлесейік. Тағы да біз тұқымсыз бұзаулардың бір тірі салмаққа ие екендігіне, будандастырылған бұзаулардың басқа тірі салмаққа ие екендігіне ораламыз. Егер сіз бұзаулардан 10 килограмм қоса айырмашылық алсаңыз да, айтарлық, сізде тұқымсыз бұзаулар 150 килограмм, ал будандастырылған бұзаулар 160 килограмм болды. Егер сіз 50 бұзау сатсаңыз, 100 сиырдан белгілі бір бұзау санына 10 килограммнан 500 килограмм қосымша сату салмағына ие болған жақсы. 500 килограммды тірі салмақтың килограммдық сату бағасына көбейтіңіз. Бұл жерде сіз белгілі бір сомаға көп табасыз. Егер біз қазір есептеп қарасақ, айталық 500 килограммды 1000 теңгеге көбейтеміз. Яғни сізде 500 мың қосымша пайда бар. Бұл 2-2,5 есе будандастырылған бұзаудың бағасы. Осы жерде сіз мынаны түсінуіңіз керек. Асыл тұқымды малды өсіру кезінде жұмысы кішкене көбірек. Азыққа жұмсалатын шығындар да көбірек болады. Бірақ сонымен бірге қайтарылымы жоғары. Және ең маңызды фактор бұл психологиялық фактор болып табылады. Асыл тұқымды малмен айналысатын адам, ол басқа фермерлердің көз алдында психологиялық тұрғыда өседі.